Қанды кек. Бөлкебайлар қара жолдан бұрылып бір ауылға төніп келгенде, ұзынша томардың күнбатыс жақ мүйісіндегі 10 шақты үйдің адамдары біртіндеп өріп тысқа шыға бастады. Ортадағы қоңыр төбел үйден 4-5 жігіт самсап шыға келді. Күнге қарай қолымен көзін көлеңкелеп, кемпір шалдар да бұларды таңсық көргендей қарасып жатыр. Бәрінің де көзі жолдан бұрылған арбалыда. Арбалы томарды жағалайтын жіңішке жолға түскенде, бірен-саран сақ иттермен қабаттаса, бұзау бағып жүрген жас балалар алдынан шығып, бірдеме десіп жатты. «Уа, қай жақ боласыздар? Тамамыз. Жақсы жаманнан не хабарларыңыз бар?» 10 шақты үйдің адамы тайлы таяғына шейін қалмай арбалыны қоршай жиналды. Бәрінің көзі арбада. Арбадағы Бөлкебай мен Сәрсенбайда. «Қожырайған шал ғой, не хабар біледі дейсің?» дейді бір келіншек. Жанындағысы оқыған жігіт болу керек. «Шашын көрмейсің бе? Желкесінен обырап шығып тұр». Өзі сыпа жігіт екен. «Сызылып тұрған көрдің бе?» деп әйелдер жағы қонақтарды бір сыпыра сөз қылып өтті. Жиналған жұрт қанша қазбалай сұрағанмен қонақтардан жат хабар жоқ дегеннен басқаны ести алмады. Шүкір, амандық, басқа хабар жоқ. Ермағамбет кемпірі қайтты деп Сәрсенбай бір әңгімесін қайта-қайта айта берді. Солдат алу хабары бұл елге де тараған болып шықты. Бір жігіт батырлана сөйлеген болып, не болса да кезінде көреміз. Күн бұрын жабығудың жөні жоқ. Жас жігіт көрінесің, қон. Бір түн болса да бірге отырып сауық құрайық деп ол Бөлкебайға қарады. Бөлкебай қонуды теріс көрмеді. Сәрсекең де көнді. Қоңыр төбелі үйдің ту сыртына әкеліп, Сәрсекеңнің жауыр күреңін бір жігіт доғаруға кірісті. Отағасы, бұл науқанға жасы тура келетін балаңыз бар ма еді деп біреулері Сәрсенбайды тілге алды. «Бізде бала деген болмайтын, шырақтарым, інімнің бір қызын асырап алып бала қылып едім. Сол бар қолымда, бірақ азаматтың бөтендігі жоқ еді. Жарлымын, шалмын, істей алмай жатқан жұмысым болса, өздерің сияқты азаматтар ауқым қылып бітіріп тастайтын еді. Бұл жасыма келгенше баласыздықтың зарын көрген шал емеспін. Жұртымнан айналайын, біреуі бала болып, біреуі іні болып көңілімді жұбатумен келеді» деп Сәрсекең өз күйін бір сүре әңгіме қылып өтті. «Айналайындар-ай десейші, бұлар пәле қазадан сау тұрса, сен сияқты шалға кемшілік бар ма?» деп бір кемпір Сәрсекең сөзін тірілтіп, әлде неге көңілі босап, жаулығының шетін икемдеп көзін сүртті. Хабар естігелі жиналған жұрт бұл келген жүргіншіден ауыз тұшырлық еш нәрсе ести алмай біртіндеп үйлеріне тарады. Жер ошақ біткеннің бәрінен көк-ала түтін көтерілді. Шақыр-шұқыр қазан қырылды. Қаспаққа таласып, жер ошақ басын шаңдатып, аш төбеттер алысты. Әлде қайда тұсаулы атқа бара жатып, бір жігіттің шырқап салған ән естілді. «Қаракөл, қыран-қыран белің қандай, құлпырған көк майсалы жерің қандай, бас қосқан бағландары сауық құрып, қайғысыз, қасіретсіз елің қандай». Бұл өлеңді естіген кемпір шал «Уа қалқаларым-ай десейші» деп көздерін тағы жаспен шыласты. Бозбала жағы жабайы кеңесті тастай беріп, кешеден бергі
ұшына шыға алмаған солдат мәселесіне тағы айналып соқты. Шалдарымыз болыстың ауылына кетіп еді. Айналып келетін кездері болды. Неғып кешігіп жатыр екен? Жақсылық хабар болып, сондаймен бөгеліп жатпаса. Жақсылық хабар демекші, әлгіде Ыбырайды көріп едім. Салыққа жолығып, ауылына қайтып барады екен. Сол айтып тұрды, салық айтты. Қазақтан солдат алмаймын деп. Ит терісіне жазып берген патшаның уәдесі бар дейді. Сонысын әлі де болса да орындаса керек деп айтты деді. Уәде беру өтірік қой. Уәде берсе, өзі патша болып, екі сөйлеп жынданып па? Патша емес дейді ғой, мұны істеп отырған патшаның министрлері дейді. Ендеше жұрт неге ізденбейді? Патшаға барып неге айтпайды? Орта бойлы сары жігіт қожаңдай қозғалып, қалтасынан жарғақты суырды да, алақанын толтырып насыбай атты. Аузынан шашыраған темекіні тілімен үйіріп жинап, баптап бір рет түкірді де, жұрттың сөзіне кірісті. Мен сендерге айтайын ба деп, соны хабар айтатындай жұртты аузына қаратты. Мен білсем, осыны шығарып отырған біздің Ыбыраш болыс. Ыбыраш болыста дін жоқ. Құдай құлдың шағымымен жоламанды арыстауыт қылдырған Ыбыраш болыс емес педі? Жоқтан пәле салып, дау тоғызып, жарлының жалғыз шолағын айыпқа деп алып отырған Ыбыраш емес педі? 60 үйлі әжімнің әжетке жарайтын қызын нөкеріне қатарға ұстап, ажары тәуір әйелді байынан айырып, 2 күннің бірінде шырылдатып сатып отырған Ыбыраш емес педі? Ыбырашта дін жоқ. Ыбыраш мұны істейді. Қойшы шырағым, Ыбыраш бізге Ыбыраш шығар. Патшаға тілін алғызу қиын болар деп, екінші бір жігіт оған қарсы түсті. Ыбыраштың тілін алмайтын деп отырсың ба? Тілін алмаса, омырауын толтырып патша оған медаль неге береді? Почет қираждан деп, жұрттан бөліп ат неге тағады? Тілін алғызатынын міне осыдан білу керек. Ыбыраш тілін алғызады. Баяғы патшаның тойы болатында қан қалпақты киіп барған Ыбыраш емес пе? Сол жолы патшаның тойына шашу деп ат басындай жамбы апарыпты дейді ғой. Патша қатынымен екеуі Ыбырашты қарсы алып, амандасқанда патшаның қатынының қолын сүйіп, жамбысын беріпті дейді ғой. Пай Тасберген-ай, ағызасың-ау деп тағы бір жігіт оның сөзін бөлді. Тасберген сөзін бөлгендерге наразылық көрсетті. Сүзеген сиырдай көзін алартып, жан жағына қарап қойды. Ал менікі өтірік-ақ болсын, өздерің айтыңдаршы деп, сөз қарқыны бұрынғысынан бәсеңдеп, күмілжей түсіп, таза сөзді доғарды. Шетке таман отырған бір жігіт кенет бұрылып, ауылдың алдыңғы жағына қарап шұқшиды. Жұрттың бәрі елеңдесті. Немене, жайма? Мына бір салт атты төпеп келеді. Апырмай-ай, жай болса игі еді десіп, жұрт орындарынан ұшып-ақ тұрысты. Жалғасы келесі бөлімде. Каналым ұнаса, лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Бұдан да қызықты оқиғаларды, әңгімелерді айтатын боламын.